Исламда білімнің маңыздылығы жайында айтатын болсақ, өте көп. Біріншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келген хадисте бар, садақаның ең жақсы не екенін білесіздер ме дейді. Ол көбірек білім үйреніп, және көбірек үйрету дейді. Аллах Тағала қасиетті Құранда Зумар сүресінде келтірген. Сен оларға айт, білгендер мен білмегендер тең бола ма дейді аятта. Аллах Тағала тағы бір аятта айтады, өзіне иман келтіргендерменен және білім иелерінің дәрежесін жоғарылатты дейді. Қараңыз, бұл аяттың бір сыры, бір хикметі. Тәпсір ғалымдары бұны зерттейді. Білім иелеріменен иман келтіргендердің дәрежесін деді. Сонда білім иелері иман келтіргендердің ішінен болмай ма онсызда? Неге бөлек айтты оны? Қадыр сүресінде түсірілген аят бар. Қадыр түнігіне періштелер түсті, және рух деп өтеді, яғни Жәбірейіл періште түсті дейді. Бұл жерде қарап тұрсаң, Жәбірейіл періште де, ол да періште. Бірақ Жәбірейіл періштенің ұлылығын, оның басқалардан дәрежесін жоғары екенін көрсету үшін Жәбірейіл періште де түсті деп, оны ерекше зікір етеді. Міне, тура осы секілді Аллаға иман келтіргендер және оның ішінде білім иелері, оның дәрежесі жоғары болғандықтан, оны Аллах Тағала бөлек аятта келтіреді, білім иелерінің дәрежесін жоғарылатты дейді. Өкінішке орай қазіргілер банағы намаз оқысам болды, сол ғана жеткілікті. Радикалдардың бір көзқарасы мына хадисті тікелей алмаған ғой. Мұсылман мен мұсылман еместің арасындағы айырмашылық намаз. Хадисті алынған тікелей. Және солай кетеді. Мен көп жерде айтам. Банағы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не үшін келді деген сұрақ қоям. Олар айтады, исламда келу үшін. Ислам не үшін келді? Сұрақ сізге деймін. Құранда аят бар. Мен сені әлемге тек рахмет етіп қана жібердім деді. Пайғамбарымызда. Яғни айтқан жоқ, сені әлемге намаз оқытқызу үшін жібердім деген жоқ. Бұл жерден біздің көретініміз, пайғамбарымызда өзінің хадистерінен де түсінетініміз, әлемге рахмет ретінде, мейірімділік ретінде, бейбітшілікті, ынтымақты орнату үшін жіберілгенін көреміз. Бірінші миссия ол әлемде ынтымақ, бейбітшілік орнату.